Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығатын балықтың жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен балықты жуып, тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Балықты осы видеодағыдай бөлетін болсаңыз, дастарханыңызда өте әдемі көрінеді. Дәміне қарай тұз себеміз. Балықтың тұзын артық немесе кем қылмай жеткілікті етіп саламыз. Бөлме температурасына кем дегенде жарты сағатқа қалдырамыз. Салған тұзымыз балықтың бойына жақсы сіңетін болады. Ендігі кезекте табаға сұйық майды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Сұйық майды тым аз қылмаймыз, жеткілікті болу керек. Сонан соң бөлек ыдысқа ұнды салып, дайындап қоямыз. Енді тұзы сіңген балықты алып, ұнға жақсылап аунатамыз. Қатты қызып тұрған майға салып, қызартып қуырамыз. Балықты майға салғаннан кейін екінші жағына бірден аудармаймыз. Бірінші жағы қуырылып, сары түске енгеннен кейін екінші жағын аударамыз. Бұл менің балалық шағымның дәмі, анамнан үйренген тағамның бірі. Бұл балықтың ең қарапайым әрі оңай жасалатын әдісі. Әркім балықты әрқалай жасайды. Әртүрлі дәмдеуіштер қосып жатады. Мен балықты тек осы видеода көрсетілген әдіспен қуырамын. Осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Балық дәмін өз бойында жақсы сақтайтын болады. Барлық балықты осы видеодағыдай қуырамыз. Дайын болған балықтарды қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Балықтың бойындағы артық майларды қағаз майлық өз бойына сіңіріп алады. Мінекей достар, өте оңай әрі дәмді болып шығатын балықтар дайын. Сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Сіздерге де осылай жасап көруге кеңес беремін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.